Армысыңдар, жүзден жүйрік бағдарламасын тағатыстана күткен достар. Өздеріңмен бірге бағдарлама жүргізушісі мен Олжас Сақ. Балалар, естеріңде болсын, бұл бағдарламада батылдық пен батырлық сынға түседі. Жүзден жүйрікке қатысу үшін қайсарлық, ер жүректілік, табандылық қасиеттердің иесі болу керек. Сондай топтардың бір шоғыры бүгін студияға келіп тұр. Қарсы алыңыздар, Алматы қаласы Ибрагим Нүсіпбаев атындағы мектеп-интернаттың Тұлпар тобы. Ал олардың қарсыластары Алматыдағы 104-ші мектептің Самұрығы. Ойыншыларымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Алматы қалалық құтқару қызметінің құтқарушылары Арман Әміров пен Шерияздан Сұлтан. Бағдарлама сарапшысы Гүлзада Белсары. Ал балалар, тұрмайық, қазір бастаймыз. Жүзден жүйрік бағдарламасының алғашқы кедергісі тайғақ тас. Тайғақ тастың ережесі. Сайыскерлер судағы тастардың үстімен мәре сызығына дейін жылдам жүгіріп өтулері керек. Ал аяқтарын суға малып алған ойыншылардың ұпайы кемейді. Ал балалар, бұл айналымда аяқтарыңды суға малып алмай, тез-тез тайғақтастан өтулерің керек. Абай болыңдар, асықпаңдар. Белгі берілсін. Самұрық тобы, ұяшық таңдаймыз. Самұрық екінші ұяшықты таңдайды. Екінші ұяшық ашылсын. Өнер! Самұрық тобы қандай өнер көрсетесіңдер? Мен Амангелді Абылайхан ән айтамын. Бәрекелді. Айналдым ана деген асқақ аттан, ұлыңның атқа мініп көкпар шапқан. Бүгінгі бұл мереке сіздердікі, мейрамың құтты болсын болып жатқан. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, құлпыра бер қарындасым мамам болып жалпың. Ақ жеңгелер әнім, сұлу қыздар сәнім, аналарды құттықтап қосыңдар бәрің. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, құлпыра бер қарындасым мамам болып жалпың. Ақ жеңгелер әнім, сұлу қыздар сәнім, аналарды құттықтап қосыңдар бәрің. Рахмет, Самұрық тобы. Ал Тұлпар тобы, дайын болсақ, белгі берілсін Тұлпар тобына. Тұлпар, ұяшық таңдаймыз. Тұлпар тобы бірінші ұяшықты таңдайды. Ашылсын бірінші ұяшық. Логикалық сұрақ. Театрда спектакль 18 сағат 30 минутта басталады. Егер жолға 30 минут уақыт кетсе және спектакль басталардан 20 минут бұрын келу керек болса, үйден нешеде шығу керек? Тұлпардан мен Майлыва Ержан жауап беремін. Бұл сұрақтың жауабы 17 сағат 40 минутта үйден шығу керек.
17 сағат 40 минутта. Бәрекелді, дұрыс жауап берді. Олай болса, құрметті жанкүйерлер, алғашқы айналымды қорытындылайық. Самұрық тобы 12 секундта, Тұлпар тобы 10 секундта өтті тайғақтастан. Демек, Самұрыққа 5 ұпай, Тұлпарға 10 ұпай. Тапсырма бойынша 2 топқа 10 ұпайдан беріледі. Тайғақтас кедергісі бойынша уақыты аз болып қалған топтарға көп уайымдамаңдар деймін балалар. Солай ма балалар? Бәрекелді. Жүзден жүйрік бағдарламасының екінші кедергісі зырылдақ. Зырылдақтың ережесі: ойыншы жоғарыда ілінген кедергілерге денесін тигізбей, бөрененің бір шетінен екінші шетіне жетуі тиіс. Тұлпар тобына белгі берілсін. Зырылдақ кедергісінің тапсырмасын орындап жіберейік, балалар. Тұлпар тобы екінші ашықты таңдайды. Ашылсын екінші ашық. Мақалды жалғастыр дейді. Ана сүті бойды өсіреді. Жалғасы. Бұл сұраққа Тұлпар тобынан Дәутәлі Абылай жауап береді. Ана сүті бойды өсіреді, көк шөп қойды өсіреді. Қабылдадық, жауаптарыңызды. Не деген жауап? Ана тілі ойды өсіреді дейді балалар. Дұрыс жауабы. Дегенмен, Тұлпар тобының жауабының жаны бар. Солай ғой балалар? Көк шөп қойды өсіреді дейді. Не деген жауап? Қошемет! Самұрық, дайынбыз ба? Самұрық тобына белгі берілсін. Білімдеріңді тексеріп көрейік. Ұяшық таңдалсын. Біз 4-ші ұяшықты таңдаймыз. Ашылсын 4-ші ұяшық. Әдебиет пәні бойынша келді. Әртүрлі ауруларды емдеу ниетімен айтылатын өлең жырлар қалай аталады? Бұл сұраққа мен Пірмановтың Мұхаммед жауап беремін. Бұл сұрақтың жауабы науқас жыры. Жауаптарыңызды қабылдадық, Самұрық тобы. Енді дұрыс жауапты көрейік. Дұрыс жауап бәдік жырлар екен. Зырылдақ кедергісін қорытындылаймыз. Тұлпар тобы 20 секундта, Самұрық тобы 21 секундта келді. Тұлпарға 10 ұпай, Самұрық тобына 5 ұпай. Тапсырма орындағанда 2 топқа ұпай жоқ балалар. Сайысты жалғастырамыз балалар. Дайынсыздар ма? Жүзден жүйрік бағдарламасының 3-ші кедергісі мергендер сайысы. Мерген сайысының ережесі: ойыншылар мылтықпен нысананы көздейді. Дөп тигізген сайыскер тобының қосымша ұпай жинауына мүмкіндік береді.
Еті тірі жігіт елінің намысын қорғайды, тоғайының қамысын қорғайды дейді. Самұрық тобының мергендер екенін қазір көреміз. Белгі берілсін. Бәрекелді, Самұрық тобынан 2 ойыншы көздепті. 9-5 нысана. Барлық ұпай 14 ұпай. Ал енді Самұрық тобының білімін тексеріп көрейік. Біз 3-ші яшықты таңдаймыз. Ашылсын 3-ші яшық. Логикалық сұрақ. Әсем, Ардақ, Жанар үшеуі бақылаудан қандай баға алғандығын сұрағанда мұғалім, әр қайсының бағаң әртүрлі. Әсемнің бағасы 4 емес, ал Жанардың бағасы 3 емес, деді. Сонда әр қайсы қандай баға алған? Ойланамыз. Жауап беруге болады, Самұрық? Бұл сұраққа мен Амангелді Абылайхан жауап беремін. Әсемнің бағасы 5, Жанардың бағасы 3, Ардақтың бағасы 4. Қабылдадық жауаптарыңды. Жауабы: Әсем 5, Жанар 4 алыпты, Ардақ 3 алыпты балалар. Енді тұлпар тобының мергендігін байқап көрейік. Белгі берілсін оларға. Бәрекелді, тұлпар тобының 3 ойыншысы көздепті. 5, 6, 7 нысана. Барлығы 18 ұпай. Ал енді балалар, тұлпар тобының білімін тексеріп көрейік. Тұлпар тобы 1-ші яшықты таңдайды. Ашылсын 1-ші яшық. Сәттілік, балалар. Құтты болсын, балалар. Қуанып тұрмын сендер үшін. Тағда бір яшық ашуға мүмкіндік бар. Ашасыңдар ма? Ал кеттік. Тұлпар тобы 2-ші яшық таңдайды. 2-ші яшық ашылсын. Мақалды жалғастыр дейді балалар. Ұлды ұйқыдан сақтасын. Жауап береміз, тұлпар тобы. Мен Мұхамеджан Алла жауап беремін. Ұлды ұйқыдан сақтасын, қызды қыдырымпаздықтан сақтасын. Жауаптарыңызды қабылдадық, тұлпар тобы. Ұлды ұйқыдан сақтасын, қызды күлкіден сақтасын. Жартылай дұрыс. Жартылай. Мергендер сайысын қорытындылаймыз, балалар. Самұрық тобы 28 секундта, тұлпар тобы 30 секундта аяқтады. Тұлпарға 5, Самұрыққа 10 ұпай. Нысана көздегенде Самұрық тобы 14 ұпай, тұлпар тобы 18 ұпай алды. Тапсырма орындағында Самұрықтың жауабы дұрыс болмады, ұпай берілмейді. Тұлпар тобы сәттілікке жолығып 10 ұпай алды. Жүзден жүйрік бағдарламасының 4-ші кедергісі қиын қия. Қиын қия ережесі.
Ойыншылар қауіпсіздік белдігін тағып, жартастағы сақиналардың көмегімен тез арада жоғарыға көтеріледі. Топқа 5 минут қана уақыт беріледі. Тұлпар тобы, қиын-қияны бағындыруға дайын болсаңдар, белгі беріледі қазір. Белгі берілсін. Тұлпар, дайын болсаңыздар, яшық таңдап тапсырма орындаймыз. Тұлпар тобы 4-ші яшықты таңдайды. Ашылсын 4-ші яшық. Қазақ тілі пәні бойынша. Көзге көрінбегенмен адамның ойлауы нәтижесінде ғана танылатын құбылыс. Ұғым атаулары қалай аталады? Бұл сұраққа мен Дәутәлі абылай жауап беремін. Бұл дерексіз зат есімдер. Қабылдадық жауаптарыңызды, Тұлпар тобы. Дерексіз зат есім. Самұрық, кезек өздеріңе келді. Белгі берілсін.
Ұяшық ашамыз. Біз екінші ұяшықты таңдаймыз. Ашылсын екінші ұяшық. Олжа! Балалар, сендерге ролик тебу орталығына үшеуіңе 3 билет. Ал сайыскерлер, қиын-қияны қорытындылап тастайық. Тұлпар тобы 2 минут 56 секундта, самұрық тобы 2 минут 58 секундта өрмеледі. Тұлпарға 10, самұрыққа 5 ұпай. Тапсырма орындағанда тұлпар тобы дұрыс жауап беріп 10 ұпай алды, самұрық тобы Олжаға жолығып 10 ұпай алды. Бәрекелді, құттықтаймын балалар. Жүзден жүйрік бағдарламасының ең шешуші кедергісі аспалы жол. Аспалы жолдың ережесі. Ойыншылар қауіпсіздік белдігін тағып, аспалы жолмен тез төмен сырғып түседі. Төменге түскен ойыншы шығыршықты тез шешеді. Келесі ойыншы арқанды тартып алып, ойынды жалғастырады. Самұрық тобына белгі берілсін. Екінші топ тұлпар тобына белгі берілсін.
Ал сайыскерлер, аспалы жолды қорытындылайтын болсақ, Самұрық тобы 1 минут 48 секундта, Тұлпар тобы 2 минутта келді. Тұлпарға 5, Самұрық тобына 10 ұпай. Ал енді ұпай сандарын қорытындыласақ, сөз кезегі сарапшыда. Тайғақта Самұрық тобы 15 ұпай, ал Тұлпар тобы 20 ұпай. Зырылдақ Тұлпар тобы 10 ұпай, ал Самұрық тобы 5 ұпай. Мергендер Самұрық тобына 24 ұпай, Тұлпар тобына 33 ұпай. Қиын қия Тұлпар құрамасы 20 ұпай, Самұрық құрамасы 15 ұпай. Аспалы жол Самұрық тобы 10 ұпай, Тұлпар тобы 5 ұпай. Құрметті сайыскерлер, кім жеңілді, кім жеңді? Яғни екінші айналымға қайтып өткендігін қазір анықтаймыз. Самұрық тобы 69 ұпай. Тұлпар тобы 88 ұпай. Самұрық тобының бүгінгі ойындарына рахмет айта отырып, алғыс хат ұсынамыз. Нөмір 104 жалпы білім беру мектебі атынан Самұрық тобында өнер көрсетіп, өз ептілігі мен білімін ортаға салып, көрермен көңілінен шыға білген Амангелді Абылай, Артықов Нұржан және Пірманов Димашқа алғыс білдіреміз. Сіздердің сыныптарыңыз. Жанкүйерлер, бүгінгі сайыстың жеңімпаздары Тұлпар тобы. Ибрахим Нүсіпбаев атындағы мектеп-интернаты атынан Тұлпар тобында үздік өнер көрсеткен Дәуітәлі Абылай, Мұхамеджан Алуа және Майлыбай Ержан екінші айналымға өтті. Менің кішкентай достым, сен өзіңді ақылды, ержүрек, епті, білімді санайсың ба? Ондай болса, біздің байқауымызға қатысып, бағыңды сынап көр. Сау болыңыздар!